Осы қалам деген қасиетті ұғымды сіз қалай түсінесіз? Жазушылықты алып жүру әйел адамға өте қиын, ауыр. Есікті кілттеп алып, тақтаны сипап жылаған. Біз институтқа түскен кезде заман өте қиын болып кетті. Қойдың майын ертіп жіберіп, соған бөлке қуырып жеп оқыдық. Ал жалғыз Мұқан Мұхтар Әуезовтің шығармалары күні бүгінге дейінгі өміршең. Себебі не деп ойлайсыз? Қазіргі балаларға басқаша мұғалім керек десем, репрессияға ұшырап кетуі мүмкін. Шаймерденов деген фамилияны алып жүрудің өзі үлкен абырой және үлкен жауапкершілік. Бұл ағаларыма бетіне салық болмасын деп ойлайсың. Апамды қазбап мойнына асылып жылайын ба деп жылайтын кездерім болатын, айға қарап отырып. Неге бізде болмайтын ерсалықтардың бары үгіт насихаты тереңдей береді? Жақсылық сен шынында да адам айтпайтын әңгімелердің бәрін қазып шығарып алады екенсің. Талант. Армысыздар, ардақты әлеумет, құрметті ағайын. Бүгін қазақ әлемі сыр сұхбат алаңының кезекті кейіпкері, жазушы, ұстаз, бірнеше әдеби конкурстың жеңімпазы Самал Зікірияқызы Шаймерденова. Қош келдіңіз, әпке. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Осы сұхбатқа келе жатқан кездегі сізді іштей не толқытты? Соны білгіміз келеді. Жақсылық қайты қырыққа тірейді деп шошып келдім. Енді бұл шынайы дастархан басындағы әңгіме секілді өрбуге тиісті дүние, өйткені есті көрермендер, есті тыңдармандар отырғаннан кейін қазақ әлемінің тұтас өн бойына өздеріңіз секілді қаламды қарып өткен әпке апаларымыздың болуы үлкен қуаныш. Десе де, осы қалам деген қасиетті ұғымды сіз қалай түсінесіз? Қалам деген ол жалпы мынау жазу, өнер, бір шетінен азап деп түсінемін. Өйткені оның жүгі бар, жақсылық. Оның өзінің бір миссиясы бар. Сенің миссияң оны көтеру, жаңа Мұхтар Мағауин айтты ғой, арманым жоқ, жеттім миссияма деп. Солай жете алам ба, жете алмайым ба, мен не жазып жүрмін, дұрыс жазып жүрмін ба, жеткізе алдым ба, нені жазуым керек еді деп ойланасың. Оқырманнан бұрын әрбір жазғаныңа өзің сын көзбен қарау, біздегі ішкі толқыныс, іздегеніңді, ішкі түйсігің, іздеген нәрсені таптың ба? Осы сұрақтар ауыр. Өнер адамы болу, қалам ұстау, әсіресе әйел адамға ол бір шеті жауапкершілік азап қой. Тағдырлас талай тілеулес аға-апаларымыз бар алдымызда, қаламда қару еткен, бірақ отбасы менен шығармашылық екі ортада, осы екі дүниені бөлмей, қоғамдық істерге де, творчестволық дүниелерге де белсене атсалысатын. Сол кісілердің бойы көрінген кезде өзіңізді қай деңгейдемін, қай сәтте өзім қалыс қалдым, не болмаса жеделдеттім деп ойлайсыз? Өте жақсы сұрақ. Еліктеу деген бар. Бәріміз еліктеп өсеміз, еліктеп адам боламыз. Сіз айтқандай жаңағы үлкен, беделді, танымал, жеңісті кісілерді көрген кезде енді еліктеу болады. Осы кісілер сияқты болсам, ол жерде ол кісілердің атақ абырой беделін емес, жеткен жетістігі, халқының махаббатына бөлене алуы, жазған дүниелерінің бағалануы, жалпы өнер адамдарын бағалайтын халық қой, бірақ олардың беделін емес, олар оның туындысын, еңбегін бағалайды. Сондай бола алсам деген арман болады іште. Агата Кристидің мен кез келген дүниені кез келген дүниені ойым алған кезде сізді ыдыс жуып тұрып шабытым келеді дейді. Сіздің қай кезде шабытыңыз келеді? Менің шабытым түнде келеді. Мен балаларым әлі кішілеу, жатыңдаршы, ұйықтаңдаршы, өтініш деп жалынып отырам. Олар жатқанша біраз уақыт болады, екіге барады, одан ауып кетеді. Сол кездегі оқу, сол кездегі жазу құндырақ болатын шығар. Немесе сапалырақ болады деп ойлаймын. Оқудың өзі. Өйткені белгілі бір дыбыс оқудың өзіне кедергі келтіреді. Біз оқыған кезде, енді оқырмандардан да басқаша біз ана ішкі эмоциясын жазушының
берейін деп отырған жазушының көңіл күйін кіріп кетеміз ғой ішіне. Иә. Жазушының айтып отырған кейіпкерлерін біз басқаша қараймыз, оқырмандарға қарағанда іздейміз. Ішінен жазушы не айтқысы келді және қай кейіпкердің өзінде жазушы жүр деген сұрақ болады бізде. Сондықтан тыныштықта оқығанды, тыныштықта жазғанды жақсы көремін. Түннің екінші бөлігі шығар мен үшін ең қолайлы уақыт. Пайғамбарымыздың хира үңгірінде алғашқы Жебірейіл періштеден оқи алған Әлақ сүресі оқы деп келеді. Ол кездің өзінде де шынымен де бұл тыныштық, адам жан дүниесі бір рухани ләззатқа бататын уақыт. Осы уақытта ішкі дарыныңыз оянса, онда Құдай сізге құт артты деген сөз. Әуелгіден бүгінгі күнге дейінгі уақытты алып қарасақ, сіздердің буындарыңыз, сіздермен қатарлас өскен буын, сен тұр мен атайын деген қазақтың марғасқа қыз жігіттері. Бұл кісілердің шығармашылығы, творчествосына қарайтын болсақ, іштей іңкәрлігің, іштей оларға деген сүйіспеншілігің арта түседі. Дауылпаздай тарих толқынының беттеріне қарап келген кезде ұлт руханиятына едәуір еңбек етем, үлес қосам, сөйтіп табандап жүріп, табаны тілініп кеткенше маңдаяққа табан терін төккен азаматтар жоқ емес қой қатарыңызда. Соның бірі деп өзіңіз айтуға бола ма? Жоқ, неге болмасқа? Өйткені шығармашылық адамның өзі, әсіресе әйел азаматы үшін отбасында, одан бөлек қоғамда және жазуда белсене отырып, өзіндік өрнекті дүние беру, халықты сонымен сусындатылудың өзі сонымен пара-пар жеңіс деп есептеймін. Сенің сұрағыңыз жақсылық. Өте терең және өте ауыр сұрақ. Енді сіздің айтып отырғаныңыз біздің буыннан, біз өз қызық буынбыз. Тәуелсіздікте туған буын бар, тәуелсіздікке дейін советтегі буын бар. Біз екі заманды қатар көргенбіз. Тәуелсіздікке дейінгі советтің нанын жедік. Ол кездегі идеологияны көрдік, пионер болдық, комсомол болдық. Оның не екенін білмейтін тәуелсіздікте туған балалар бар, біз екі ортадамыз. Дүниеде екі ортада болған қиын. Екі ұштылық қиын, екі орта қиын, екі ой қиын. Менің замандастарымның мықтырақ болатын сол болу керек, өйткені жаңағы алғаш тәуелсіздігімізді алғанда біз институтқа түскен кезде заман өте қиын болып кетті. Біз қойдың майын ертіп жіберіп, соған бөлке қуырып жеп оқыдық. Содан кейін де біз әр нәрсенің қадір қасиетін, парқын білеміз. Ал енді сіздің жаңағы осы буыннан табаны тілініп, маңдай жарылып, жетістікке жетті деп жатқандардың қатарына өзімді қоса алмайтын себебім, мен ұзақ үзілістен кейін қайтып келдім әдебиетке. 18 жыл тұрмыста болдым. Сол 18 жылды үзіліске жатқызам. Рухани үзіліске, әдебиеттегі үзіліске, өнердегі үзіліске жатқызам. Қайтып келіп, қаламды қайта ұстаудың өзі, дағдыланудың өзі қиын болды маған. Өйткені жабылып қалған нәрсенің ашылуы, ол бірден болмайтын нәрсе. Бірақ поэзиямды да, прозамды да қайтадан қолға алдым. Сондықтан өзімді сол жаңағы жанкешті буынға жатқыза алмаймын. Дегенмен әйелдің жолы жіңішке, жақсылық. Жалпы мен ғана емес, көп сөйлесеміз, жазушы қыздар бар, сырласамыз. Мынау өнер жолын, соның ішінде жазушылықты алып жүру әйел адамға өте қиын, ауыр. Өйткені поэзия ол толғақ. Ол толғақпен келеді. Жұмыста, сабақ арасында, үйге кетіп бара жатып поэзия жаза бересің. Келді, толғап тұрсың, жазасың. Ал проза еңбекпен келеді. Толғақпен келмейді, еңбекпен келеді. Оған ізденіс керек, оған уақыт керек, оған тыныштық керек. Сол әсердің ішінде жүру керексің, сен шығып қалмау керексің. 5-6 жыл болды, қайтып келдім дегеннің өзінде мен қазірше жұмыс істеуге мәжбүрмін. Сосын жұмыс баста елге, оның үйде балалар күтіп отырғанда, жауапкершіліктің бәрі өз мойныңда болғанда, сенде кедергі, басарты ойлар көп. Сол кезде прозаңды сыруға тура келеді. Ал ол кейіпкерлер туып алған. Тудырып алғансың, туып алған. Олар сен құлағыңның түбінде сыбырлап еріп жүреді. Ары тұр, бара тұр, қоя тұр деген соң, кейде кейіпкерлерін қашады. Оны қуып, іздеп, қайт таба алмайсың, адасып қаласың. Сондай азапты қайта кешіп жүрмін. Дегенмен де өз буынымнан қалмай келе жатырмын-ау, немесе қуып жеттім-ау деп ойлаймын.
қалыспаймын деп ойлаймын. Бәрекелді. Қалам деген бағанаға қасиетті сөз, өйткені ғаламның, әлемнің жаратылысынан бөлек тіл құдіреті деген өнер алды. Қызыл тіл деп халқымыз дана қазақ баға берді ғой. Осы қызыл тілді сіз ұстаз ретінде өзіңіздің шәкірттеріңізге оның рухани әлемін, танымдық көкжиегін қалай тартып жатсыз? Тамаша қоясыз сұрақты. Санжар Керімбай айтады, күннің сәулесі түспеген жерге сөздің нұры түседі дейді. Иә. Мұғалім ол тамаша мамандық қой. Негізінде мұғалім мамандық емес, жақсылық. Әрине. Мұғалім ол өнер, талант. Макаренконың да сөзі бар ғой, мұғалім ол режиссер болу керек деген. Мағжан Жұмабаевтың педагогикасын түгел оқып шықтым. Онсыз біз институтта оқып жүргенде оны оқытқан жоқ. Біз советтік педагогтардың, методистердің еңбегін оқыдық. Осы үзілістен кейін мектепке қайта келгенде 5-6 жыл бұрын мен жіті зерттеп оқып шықтым Мағжанды. Мағжан айтады ғой, алты алаштың баласының басы қосылса, төрдегі орын мұғалімдікі дейді. Дегенмен де мұғалімдерге қазіргі заманда сәл басқашалау жетілу керек пе? Бұрынғы советте енді көбісі советте оқып алған әдіс тәсілмен қазір балаға тіл, әдебиет үйрену жалқы болып қала ма? Иә. Сұйық, шала болып қала ма деген ой бар. Тілді грамматикада да өзгерістер болады, өйткені ғалымдар көп қой, лингвистикалық ғалымдар көп. Жаңа Санжар Керімбай айтпақшы, әрбір сабағыма дайындаламын. Кітап деңгейінде емес, мектеп шеңберінде емес, ақын жазушылармен көп сөйлесеміз. Сол естеліктерді де қосып отырамын балаларға, сабағыма. Естиміз ғой, Мағжан туралы былай айтылған екен, ана ақын жазушы туралы былай айтылған екен. Балалар бүгін мысалы барамын, мен әрбір жаңалығымды, әдебиет әлеміндегі жаңалығымды балаларға айтып отырамын. Бүгін мен сіздердің осындай жақсылық деген ағаларыңызбен кездесіп келдім. Ол кісі мынандай деп. Кейде бала теориядан жалығады. Иә. Арт-артынан шексіз теориялар айта бергеннен нәтиже болмайды. Баламен сөйлесе білу керек, түсінісе білу керек деп ойлаймын. Сосын баланы сүю керек. Иә. Менің бір таңғалатыным және таңданатын дүние, мысалы қазір қазақ әдебиетінің оқылу үлгісі балаларға тәлім ретінде, тәрбие ретінде, рухани азық ретінде оқылу үлгісі әуелгіден мүлдем басқаша. Мысалы заман талабына сай, біз классик деп жүрген жазушылардың бәрі заманның талабынан ығысып жатыр, яғни бөлек бір әлем болып шаң қауып жатыр. Дұрыс. Ал жалғыз Мұхтар Әуезовтің шығармалары күні бүгінге дейінгі өміршең. Себебі не деп ойлайсыз? Мұхтар Әуезовтің басқа шығармаларын бұрын Абай жолын айтайық. Иә. Советтің оқулығы мен қазіргі оқулықтың айырмашылығы өте көп қой. Осында айта кетейін, басында тақырып қозғалған соң. Қазіргі оқулықтарда шалалықта қателіктер көп. Керек емес дүниелер кіріп, керек дүниелер кірмей. Ал қазақ тілде, мысалы біздің кезімізде жүйелеп оқыту болған, грамматиканы. Фонетика, сосын лексика, морфология, қазір жүйе жоқ. 5-ші класста фонетика мен лексиканы араластырып оқытасың, 6-ші сыныпта фонетика мен лексиканы араласып, 7-ші сыныпта солай араласып кеткен. Бұл жеңілу. Демек, ода нәтиже болмайды. Баспалдақ болу керек қой барлық нәрседе. Бұл тәртіп. Ал әдебиетте Мұхтар Әуезов көп деген совет өкіметі кезіндегі программада болған ақын жазушылар шығып қалған. Бірақ шықпайтыны бар, өзіңіз айтпақшы. Мұхтар Әуезов шыққан жоқ. Мұхтар Әуезов әлемге Абайды танытқан жазушы. Импорт жасады ол Абайдан. Әрине. Оны шығарып тастасақ, біз ұрпақпен байланысымыз үзіледі. Әр нәрсенің орны бар. Өзіңіз айтпақшы, жаңағы мынау қажет емес деп шығарып тастағанымыздың ішінде де қателігіміз болуы мүмкін. Қап деп. Кейін іздеуіміз, табуымыз мүмкін. Ал сондай қателіктің өзінен алып қашып, Мұхтар Әуезовтің ол басы шоң жазушы ғой, ол жазушы емес қой, кісі зерттеуші. Енді Абайды ол суреткер. Абайды қолдан жасап шықты. Әсірелеп те шықты десек те болады. Сондықтан Мұхтар Әуезовті оқулықтан шығарсақ, біз ұрпақ алдында ұрпақпен байланысымыз үзіледі. Бұл жерде Мұхаң күні бүгінге дейін қазіргі оқылымдағы, тәрбие сабақтарындағы және әдебиет үлгісіндегі мынау насихаты әлі күнге үзілген жоқ десе де, ана шаң қауып қалған деген секілді дүниелер, мысалы Ұлы Ғабит Мүсіреповтің Оянған өлке, мысалы Сәбет Туранда жазылған дүниелердің бәрі
қатардан шығып қалды. тақырып келмеді. Енді бір қызық дүние, балалар оқып жатқан кезде өзінің жасына сәйкес емес, өзінің деңгейіне сәйкес емес дүниелерді кеп тықпалайды. Осының түп тамырын түбегейлі қаузап, жаңа бір материалдар ұсыну үшін педагогтар қандай дайындық үстінде қазір? Сіз жазушы ретінде не дейсіз? Дайындық үстіндеміз деп айта алмаймын. Мен жазушы болғаннан кейін біздің мына жақта тағы басқа әлем бар ғой. Одан да кеңірек әлем бар. Біз көп сөйлесеміз. Біз модернизм курсын оқыдым. Бағыттар, әдеби бағыттар. Мен соны жазушы ретінде де, әдебиеттен сабақ беретін мұғалім ретінде де оқыдым. Неге дейсіз бе? Маған қызық. Бүгінгі жастарды болашақта қалай оқытамыз? Өйткені мен балалардың ішіне жүрмін, оқымайды. Мен оларға түрлі аттарын атамай қойын, кітаптар ұсынып көрдім. Бізде оқуға құштар деген бағдарлама жүреді, программа жүреді. Сол кезде бірнеше кітап тақырыбымен келеді, мынаны оқысын деп. Бұл мәжбүрлеу. Балаға бұрынғы кезде сабақ қалай талданатын? Мұғалім тақтаны екіге бөліп, жағымды кейіпкерлер, жағымсыз кейіпкерлерді өзі жазып қояды. Және соған жетелейді бала. Мұғалімнің ұнатқан жағымды кейіпкер, ұнатпаған жағымсыз кейіпкер деп. Қазір бала ондай емес. Қазір бала еркін. Сол сияқты кітап оқуда да балаға еркіндік керек. Сіз ұнатқан кітапты, немесе сіз балалар әдебиеті деп санаған кітапты оқыта алмайсыз. Бәлкім ол балалар әдебиетін оқымайтын шығар. Менің өзім балаларым шетел әдебиетін оқиды, солармен еріп мен де оқып отырамын. Сосын балаларымнан сұраймын, оқушыларымнан, сіздерге қандай әдебиет ұнайды? Өзіңіз айтпақшы, Ғабит Мүсіреповтердің, Сәбит Мұқановтардың, олардың тақырыбы, заманы басқа. Олар оны көрген жоқ, олар оны ғалым болғанда оқыр бәлкім. Әдебиетші, әдебиет танушы болса. Ал қазіргі балаларға басқа әдебиет керек. Қазіргі балаларға басқаша мұғалім керек десем, репрессияға ұшырап кетуім мүмкін, бірақ шындығы сондай. Баламен тең дәрежеде сөйлесе алу, оның заманын түсіну, баланың замани ойын қанағаттандыру, ол шеберлік шығар, бәлкім жауапкершілік шығар. Бұл үлкен керек іс қазір. Қазір мысалы ұстаз бен шәкірт трендте болу үшін екеуі бір-бірінің жан дүниесімен үйлесім табу керек. Мысалы жазушы Самал ханымның жан дүниесі осындай бір сәттерде қалай желпінеді, қалай оянады. Алғаш сіз бісміллә деп мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап бала сізді қалай қарсы алады, және сіз балаларға қандай іңкәрлік білдіресіз? Жақсылық сен шынында да адам айтпайтын әңгімелердің бәрін қазып шығарып алады екенсің. Талант. Айтайын, бір құпиям бар еді. Мен 18 жылда қаламды ғана емес, баламды да сағындым, мектепті сағындым. Алла тағала маған соншама көп өнер берген, мұғалімнің өзі өнері ғой. Әулетімді білесіз, өнерлі әулет. Бізде музыка бар, әдебиет бар, бәрі бар. Мен өте қиыншылықпен келдім мектепке, өйткені енді ары қарай бала бағу керек, 18 жыл үйде отырдым. Сосын жұмысқа алындым. Сонда мен сыныпқа кіріп, кабинетке кіріп, есікті кілттеп алып, тақтаны сипап жылаған. Құдай-ай. Сондай қатты сағынғанмын тақтаны. Өйткені үйде отырған кезде шіркін-ай, борыстасам ғой, тақтаны сипасам ғой деп армандайтынмын. Баланың шуын. Менің ойымша балаға ең алдымен білім, теориядан көрі, балаға қатынас керек, жүрек керек. Әрине. Баурау керек баланы. Сахнада тұрған әртіс көрерменді баурамаса, еңбек еш кетеді ғой. Әрине. Ол шарықтау шегіне жетпейді, пикке. Ал баламен өтетін 45 минуттың өзі бір сахна. Сен пикке жету үшін алдымен олардың жүрегін баурау керексің. Осы тұрғыдан балалармен басқаша тіл табысам ба, әлде басқаша қабылдаймын ба? Сағындым. Алғашқы сабағымда сондай толғаулармен өтті. Бірақ мына жақта қатты стресстен шыққанмын. Миым тозып, жаным шаршап тұрған. Оның үстіне менің алдымда үлкен жауапкершілікте тұрмын. Әдебиеттен қалып қалдым, қуып жетуім керек. Мен бағдарламадан қалып қалдым, қуып жетуім керек. Алғашқы ашық сабағыма жаңағы директорлар кіреді ғой, әкімшілік. Сонда Панар апай деген мықты жаңағы оқусының меңгерушісі бар, сол кісі айтты: Самал апай, сабағыңыздың концерттік тұрғыдан 5 деді. Ал бағдарлама тұрғыдан 2 деді. Түсінбеймін. Сөйтсем бағдарлама өзгеріп кетіпті. Оны да қуып жету керек болды. Қуып жеттім. Әдебиеттен де курстар оқыдым, талмай іздендім, кітап оқыдым. Жалпы
баламен жұмыс істеу ол бақыт. Баламен жұмыс істеу ол шаршау емес, енді энергия бересің, және олар да саған энергия береді. Жіберген энергияңды жақсы бала толықтырып береді. Осыны білу керек, түсіну керек. Толқығаным рас. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанда, қоңырау үнін естігенде, алғаш сыныпқа кіріп дәріс бергенде қатты толқыдым. Енді Шаймерденов деген фамилияны алып жүрудің өзі үлкен абырой және үлкен жауапкершілік. Бірақ осы абырой мен жауапкершіліктің екі ортасында жүріп қалып қалған, не болмаса осыған дақ келтіріп алам ба, абыроймен алып шыға алам ба деген жауапкершілік үздіксіз сізді мазалайтын шығар деп ойлаймын. Өте. Осы туралы біраз бірер сөз болса. Менің ағаларым танымал, ел ағалар ғой. Бұндай фамилияны көтеріп жүру ауыр. Кейде пендешілікке барғың келеді, бір нәрсе істегің келеді. Жалғыз болған соң кейде қателік жібергің келеді, бірақ бұл ағаларыма бетіне салық болмасын деп ойлайсың. Өзіңді ұстайсың, өзіңді шектейсің. Өйткені ағаларым көтерген бұл фамилияны, Дақпырттың атағын әкем қызмет істеді. Ол кісіде мысалы республика көлемі болмаса да облыс көлемінде таниды. Ей, жаңа Шаймерденова осылай бопты, Зікірияның қызы осылай бопты демесін деп, өмір бақи жауапкершілікті сезінесің. Бір шетінен мақтаныш, бір шетінен ауыр. Шеңберде жүресің. Иә. Мұқағали Мақатаевтың Фариза апама әбілді Тәжібаев ақсақалдың 50 мерейтой ғой деймін. Сол кезде жаңағы тойына кіріп келіп шақырмаса да Фариза апамның иығына қолын салып тұрып, жүр, тұр деп, содан кейін жүр деп, бала шеңберден шық деп қайта әкеліп отырғызуында да Фариза болуына үлкен ықпал еткен дүние. Өйткені жүзі қарағали Мұхаммед пайғамбардың атын иеленген Мұқағали Мақатаевтың өзі сондай лебіз айту, ақын қыз үшін, от жүректі қыз үшін үлкен өміргінің үлкен құлшыныстың бірі. Әрине. Осындай сіздің ұстаздар тарафынан үлгі алған алдыңғы аға толқын тарафынан осындай бір түрт сайтанып, түрт дейтін дүниелер көбірек кездескен шығар. Иә. Менің әкем қызмет істеді, әр жерде оқыдым. Қай жерге барсам да өзім сүйген және сүйікті болған ұстаздарым ол әдебиетшілер. Иә. Шекара, Қытай, Қазақстан шекарасында тұрдық. Әкем сол жерде директор болды, әкім болды. Сонда Нұрипа деген апайым болды. Сөйлем құрап жіберіңдерші дегенде өте шебер және жылдам болдым. Сол кісі айтты, онда 5-ші сынып оқитынмын. Самал, сен жазушы боласың деді. Онда менің жаңағы жазушының не екенін тұрғылық біле бермейміз. Сосын басқа ауылға көшкенде, Ақтам деген өз ауылым. Жанысбеков Жеңсағай, жаңағы Шынар Жанысбекова бар ғой? Иә. Өздері өнерлі отбасы оларда. Сол кісі Жанысбеков Жеңсағай сабақ берді. Сол кісі айтатын, сен жазушы боласың. Мен ойлайтын іштей, неге мен үшін шешеді, мүмкін мен ақын болатын шығармын деп. Өйткені қанымда ақындық та бар. Атам ақынға қара сөзден өлең оңай деп айтысатын, және апам да айтысатын. Әкем жазушы кісі болды. Әл-Фараби атындағы Қара шаңырақтың филологиясын бітірді, жазды, ол кісі проза жазды. Институтта оқып жүргенде Нахмет Ғабдуллин ағай бірден байқады, жұмыс жасағысы келді. Осы ұстаздардың, оның үстіне өзім әкемде филолог болған соң, ол кісінде ұстазым деп санаймын. Оқыған кітабымды сол кісімен талқылайтынмын. Ол кісі әдейі істейді екен, қазір қарасам әкем пікір талас қылатынбыз. Сол бақыт сәт. Бақытты ғой, әрине. Бақыттың өзінің өлшемі тар шеңберге сыймайды. Ал Самал Зікірия қызының де қолтаңбасынан шыққан шығармалардың өзі тар шеңберге сыюға тиісті емес. Сіздің әңгімелеріңізді, шығармаларыңызды қарап отырсақ, заманына сай, уақытына сай, кезеңіне сай өзіңіздің жүрегіңізге жылт еткен тақырыптарды бір жұп-жұмыр дүние қылып алып шығады екенсіз. Осы сәттерде ерекше бір толғандырған толғаныстағы кейіпкеріңіздің атын атап түсіндірей аласыз ба? Мен жақында ғана балалар әдебиетінен республикалық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар әдебиетінен жеңімпаз болдым. Прозалық конкурстан. Сол жерде Бектас және Лашын деген екі кейіпкерім бар. Оларды сондай жақсы көрдім, себебі мен оларды түсіндім. Себебі мен олардың жай күйін бәрін сезін алдым. Өйткені менің қасымда сонда екі бала болды, жетім балалар.
Соларды көрдім. Сол екі кейіпкерім, балалар әдебиетіндегі екі кейіпкерімді өте жақсы көремін. Сосын жаңа бір этнографиялық туынды Қасқыр емген кейуана. Иә. Сол жердегі қарияны өте сүйдім. Иә. Өйткені мен шалдардың қызымын, аталардың тағылымын, ғибратын естіп өстім. Көшеде тіпті ақсақалды қария көрсем жүгіріп кетем. Менің тұрған жерінде бір ата болды, сол кісі 3-4 жыл болды көрінбей кетті. Көп іздедім. Сол кісі серуенге шыққанда мен де шығып ары бері сөйлесіп жүретінмін. Сол осы кейіпкерлерін жақсы көремін. Жалпы жазушы өзінің кейіпкерлерін жақсы көреді ғой. Кеше бір жерден оқыдым. Бүкіл жазушы бір кейіпкердің өзін тығады деген. Иә. Соның ішінде біреуінде жүресің сен. Иә. Оны тек шебер оқырман ғана іздеп табады. Сол кейіпкерлерін жалпы жақсы көремін. Мұхтар Мағауин марқұм ақсақалымыз дүниеден озды ғой, бір дәуірдің дара тарихы десек болады. Сол кісі өзінің Көкмұнардағы кейіпкерін қандай биікке, қандай теңдессіз, рухани әлеуеті жоғары, білімге деген құлшынысы терең кейіпкерінің өзін сондай биікке көтерді. Яғни адам жазған кезде де мінсіз шығарма жазу керек екен. Ол бірақ сәті келгенде туады деген ойды айтқысы келді ау деп ойлаймын мен. Осы адам оңаша қалған кезде өз-өзімен тілдеседі, Құдайымен сырласады. Сол кезде сізді сағыныш қаншалықты тебірентеді? Сағыныш деген дүниеге қаншалықты тереңдейсіз? Құдаймен жеке қалам көп. Мен бәлкім сәл дұрыс емес, қияли немесе есуастау шығармын. Бірақ мен Құдаймен бетпе-бет отырғандай сөйлесем. Сосын айтам, сен мені өзің ерке қылып жараттың, енді сен мені тыңда, түсін. Мен сенің алдыңда жасанды отырғым келмейді, барым осы. Сол Құдай мен тыңдап отырғандай сезінемін, және сұрағаным бәрін беріп жатыр. Ал сағыныш, менің көкірегім толған сағыныш, жақсылық. Мен дүниеге келгенде жаңағы өзіңе танымал Шаймерден, ол кісінің негізі аты Шаймерген. Неге? Ол кісі болды апаммен. Сосын өзімнің атам Ырыспай, Сафуан Ырыспай деп қазір өзгертті ағым фамилиясын. Әже деуге келмейді енді. Атам мен апамды мама папа дейтінмін, ол кісілер. Жаңа апам дүниеден 50 жасында өтіп кетті. Сафуан ағам бесікте жатыр екен сонда, мен дүниеге келгенде. Ол кісі бірден асқан. Сонда бұл кісі 2 бесікке екеумізді қатар бөлеп емізген ғой. Ақ сүт берген. Ағаммен бір ананы бөлісіп емгенбіз. Қалай сағынбайсың? Қариялардың барында ерке, шолжаң, сенің айтқаның заң, сенің айтқаның дұрыс болып өседі. Бір мезетте сен олардан айырылып қаласың. Өзімнің әкемнен де айырылып қалдым. Сонда мен айтам, соншама қиыншылықтар басыма түскен кезде анам бар, Аллаға шүкір, ұзақ жасасын. Ең сағынышым, кеудеме, көкірегіме сағыныш толтырған адамдарды қатты іздедім, сағындым. Тіпті бұл жерде айтуға бола ма, болмай ма, өте қатты жаным қиналып кеткен кезде әкемді қазбап мойнына асылып жылайын ба, апамды қазбап мойнына асылып жылайын ба деп жылайтын кездерім болатын, айға қарап отырып. Жалғыздықта. Дегенмен сағыныш ол сағыныш. Оны жеңе алмайсың. Менің аяулы ұстазым Роза Қазақанымыз Мұқанованың мәңгілік бала бейнесіндегі Ләйла ғой бұл. О жарғай, менің ақылым бүтін, 12 мүшем сау, ешкімнен кем емеспін дейтін бір риясыз сырласудың ішінде бір мұң жатады. Жаңағы мәңгілік бала бейнені сол үшін мен басқаша түсінемін. Әрине. Сіз мысалы әзір айналаңызда қоғамдағы бетбұрыстарға қараған кезде, мысалы заманына ғына қарай ілескен балалар, бізден кейінгі елдің тірегі, тәуелсіздіктің болашағы дейтін ұл-қыздарды көргенде қандай артықшылықтар мен кемшіліктерді көресіз? Кемшіліктеріне тұздық болар, осы бір дүниені орнатса ғой дейтін арман сіздің көкірегіңізде үнемі сайрап жатуға тиісті деп есептеймін мен. Әрине. Бір шетінен жазушы, бір шетінен мұғалім болған соң. Жаңағы Мағжан Жұмабаевтың педагогикасында перфекция деген ұғым бар. Перфекция ол белгілі бір ешқандай ой-өріссіз, төмен дәрежелі тұжырым. Немесе шешім. Ал перфекция соған керісінше. Қазіргі балалар бүкіл өмірінің 80%-ын мынау былық шарайнада өткізіп жатыр. Қолдарында телефон. Біз мектепте баланың телефон жинап аламыз. Арнайы сейфтер жасалған. Сосын кетерде тарқатып береміз. Баланың қулығы
асып тұрады екен. Үйге тастадым, анау мынау. Сөйткен күннің өзінде үйдегі баланың каникулы, демалыс кездек телефонмен өтеді. Олжас Сүлейменов айтты ғой, қазіргілердің миы қоқыс деп. Ол жерде фильтр жоқ. Қазіргі балалар кітап оқымайды. Сонда мен қазіргі балалардың қандай бет бейнесін көріп жүрмін, бірақ өжет. Біз мұғалім айтқанына көнетінбіз. Дұрыс дей ма, дұрыс, қате дей ма, қате. Жағымды кейіпкер дей ма, біз келісеміз. Соны өмір бақи жағымды кейіпкер деп келдік. Ал қазіргі балалардың өзіндік пікірі бар. Шіркін, көбірек кітап оқыса ғой деп қана армандаймын. Осы ұрпақ аман болса, қалмаспыз жерде. Өйткені кеудесінде оты бар екен деп жатады ғой қариялар. Оты бар қазіргі балалардың кеудесінде. Тек соны сананы сәл жаңағы көркем шығарма оқып толықтырса, осының алдында бір подкастта болдым, жақсылық, оны айтпай кетпесем болмайды. Мен мектептегі шығарма мәселесін, проблемасын көтеріп жүрмін. Жаңа үзілістен кейін келдім дедім ғой, мектепте шығарма жоқ. Не диктант жоқ, не мазмұндама жоқ. Қазір осыны айтып жүріп, әйтеуір 1.90-ға бір диктант, 1.90-ға бір мазмұндама қоспайды. Диктант жазбаған бала ол сауатты жаза алмайды. Шығарма жазбаған баланың ой өрісі өспейді, дамымайды. Сондықтан қазіргі балалар екі ауыз сөздің басын құрап ойын жеткізе алмайды. Оны түсінудің өзі, сен сол деңгейге түсу керексің. Ал сол балаға кітап оқы деп мәжбүрлеудің өзі күлкілі сияқты көрінеді. Бірақ арманым балалар кітап оқыса. Айналамыздағы шуақты дүниеде көрген кезде еш жүрегің елжіреп, соған еліткің келіп тұрады өзіңді. Бірақ бағанағы санасы сансыраған, ойы қоқыстан арылмаған жеткіншектердің тәрбие салдарынан болып жатқан кемшілікті көрген кезде өзіңді іштей сыбайтын кезіңде болады. Сізбен біздің де қатысымыз болуы мүмкін. Бірақ үлкен төңіректен алып айтқан кезде бұл жекелеген адамның емес, бір мемлекеттің мүддесі шығар. Мемлекеттің басындағы үлкен игі жақсылардың бары осыны бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, кәдімгідей сіз тұр мен атайын деген азаматтардың тұлғалық даму қасиетін осыны үлкен эфирлерден беру керек шығар. Неге бізде шоумендер, неге бізде болмайтын ерсалықтардың бары үгіт насихаты тереңдей береді? Идеология деген десем, қателесетін шығармын. Жалпы қазіргі біз мектептегі бағдарлама ұлттық бағдарлама деп саналмайды. Ол шетелдің бағдарламасы. Менталитет, ұлттық құндылық, ұлттық характер, краска деген болады. Сол қазақтың сондай балаларына әкеліп, шетелдің менталитетімен құрылған бағдарламаны әкеп кигізу, одан кейін олардан оқымайсың деп оларға өкпелеу ұштаспайды ғой. Бұл проблеманы айтып жатырмыз, көтеріп жатырмыз. Қатты айтсаң қудаланасың, ескерту аласың. Мен жаңағы Қазақстан жазушыларына, қаламгерлеріне үндеу деп пост жарияладым. Көп оқыды, көп қарады. Сонда мен жекемен шығып жатқан ағалар болды. Мектепте шынымен шығарма жоқ па деп. Білмейді ғой. Мектеп бағдарламасында қандай нәрсе болып жатқанын. Содан бұл шығарманы Жұматай Оспанұлы Жетісу газетіне есті алған эссе деп жариялап жібереді. Сосын маған министрліктен қоңырау түседі. Сізбен министрлікпен байланысқа шығады деп. Сосын кейін өздері үндеген жоқ қойды. Өйткені бұл ең жанды тақырып. Мектеп бағдарламасының дұрыс болмауы, қазақ балаларын қазақы оқыту керек. Қазақы білім. Мағжандар бар ғой. Мағжанның кітабын сол үшін қайта оқып шықтым. Не айтты екен? Бәлкім біздің заманымызға келмей ме деп. Мысалы, сол Мағжанның педагогикасындағы үлкен 4 құлық. Құлық тәрбиесі, мінез тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, дене тәрбиесі деп бөлген күннің өзінде бесіктегі жатқан баладан тұлғалық қасиет қалыптасқанға дейін бүкіл үлгі өнегенің бәрі ақынның тілімен жазсын деп Ахмет Байтұрсынұлы тапсырма береді. Сол иірімде ұлттың жанына, ұлттың қорегіне қажетті дүниелерді бір енді ғажайып стильмен береді. Енді сіз ойлаңыз, Мағжан Жұмабаев тіпті бесік тәрбиесін айтып жатыр. Бесіктегі жатқан баланың қанша сағатта емізу керек екеніне шейін жазып кеткен. Әрине. Сосын жаңағы шетелдің, ағылшынның, ғалымдардың еңбегін көп зерттеген. Соны байқадым, өйткені ана жақтан оқыдық қой. Сол жерден алған дұрыс дегенін, дұрыс емес дегенін алмаған.
бұдан артық қандай педагогика керек деймін да бізге. Соны түсіне алмаймын. Біз Жүсіпбек Аймауытовтың психологиясымен Ахмет Байтұрсынұлы бабамыздың әдебиет құралы және ол кісінің бір дүниесі әлі күнге дейін іздеу үстінде. Ал Мағжанның педагогикасы осы секілді алаш зиялыларының кәдімгідей өздеріне тақырып беріп зерттеу жұмыстарын жүйелі, жоспарлы түрде халыққа ұсынуы, кейін оның туралып кетуі, адамның басы кесіліп тізесі бүгілген секілді дүние. Қазір осы қазыналар қайтадан ел назарына ұсынылып жатса да, елең ете қоймаймыз ау. Елең ететін жаңағы сіз айтқан біздің буын ғой. Аға буын және біздің буын. Бізден кейінгі біраз жерге барып тоқтайтын шығар. Қазіргі жастарға оны сіңіру қиындау, өйткені жаңа айттым ғой, біз оларды басқаша тәрбиелеп тастадық. Анау балабақшадан бастап. Балабақшаның жайы тағы берменірек шығар. Мектепте бірінші сыныпта әріптерді асығыс үйретеді. Сосын бірден буындатады. Қайда асығады білмеймін. Ал екінші сыныпқа келгенде эссе жаздырады. Жақсылық, өнер адамсыз. Мынаны айтыңызшы маған. Ойын іштей қорыталмаған, ойын ішкі фильтрінен, ішкі қорытындысынан өткізе алмаған адам. Шығарма жазбаған адам, эссе жаза ала ма? Ол мүлдем ауыр жанр ғой. Әрине, әрине. Жүсіпбек Қорғасбек ағамыз айтады ғой, ол элиталық жанр деп. Эссе керек емес, керек. 9-шы сыныптан кейін үйретсең, ол жерде өйткені аргумент бар, ол жерде талдау бар, пікір бар. Тәжірибе бар. Оған дейін тіл керек қой. Жеткізу керек, ойлау керек, қорыту керек. Ал біз тілді үйретпейміз. 2-ші сыныпта отырған балаға эссе 5 сөйлем жаз, 5-ші сыныпта отырған балаға 200 сөйлем жаз. Ең бірінші танымдық көкжиек мейлінше кеңінен насихатталу керек. Өйткені таным дұрыс болмай, ар жаққа бір әсерлі, сауғалы дүние түспей, бала қайтып тұлға болады. Қайтып ертең қоғамға қызмет етеді. Осы екеуінің арасын біз әлі күнге дейін айыра алмаймыз. Тіпті сауатсыз ұстаздардың өзі соны бұйрық қатты жантатты деп соны белсене орындайтындарын қайтесіз. Мен өзім де педагог болған кезде осы дүниелердің бәрін басын өтіп көрдім. Ол мейлі, не десе о десін, шығарма жазуды әбден үйренбеген бала эссе жаза алмайды. Ал шығармасыз эссені жазуға әбден дағдыланған бала ол дүмбілес болады. Қазақылық болмайды оның бойында. Сөз тіл болмайды оның бойында. Ол өзімен ғана сөйлесетін, ол сондай жабық, сондай болады. Біз енді проблемалық тақырыптарды кішкене қаузап келдік. Енді өзіңіздің өн бойыңызға оралғым келіп отыр. Мысалы, сіздің ерекше жаныңызға жақын естеліктерді де бір ауыз тілге тиек етіп кеттіңіз. Әсіресе үлкен кісілердің баласы бола білу, бұл жалғыздықпен үндесумен барабар дүние ғой. Өйткені ортаң сені түсінбейді, қоғам сені түсінбейді. Сен бір өз жасыңнан есейіп кеткен секілді көрінесің. Ақымақтауда көрінесің. Сыртымыздан қиял деп жатады. Басында қалжың деп қабылдадым. Сосын бір рет былай жазып қойдым, біз жазамыз, сториске келген нәрсені жазамыз. Кейде қойышты біркіп қаласың. Кейде ірке алмайсың. Өнердің не екенін, оның қандай қасиет екенін білмейтін адам өнерліні қиял деп айтады. Өнерлі деген сөз, қияли деген сөзбен ол антоним. Синоним шығар бәлкім. Бірақ ішіне үңілсеңіз, ол кісілердің айтайын деп отырған ойымен салмақтасаңыз, өнерде қиял бар ғой. Бірақ оны жеке бөліп алып, қияли дегенше бұл ерекше десе болады деп ойлаймын енді. Үлкен адамдардың фамилиясын не дедіңіз жаңа? Үлкен адамдардың естеліктері. Естеліктер. Қазіргі күнім ең жақсы естеліктер жиналып жатыр деп ойлаймын. Мен әр таң сайын тұрған сайын төбеден бір тәңірдің нұры жауатындай сезіледі маған. Өйткені мен өзімнің ойымды, өзімнің қиялымды ешқашан тежеп көрмеген адаммын. Қаншалықты армандайын, соншалықты менің сол арманға жету барысында ынтызарлығым, іңкәрлігім күшейе түседі. Байланыс қой. Кез келген кездесуде, кез келген шығармашылық ортада менің балаларға айтатын бірақ құралым бар. Қиялдарыңды тұсап ұстамаңдар деймін. Өте тамаша. Осы қиял демекші әдебиеттің өрісінің кеңеюіне, ұлттың болашағының іргетасының мықты болуына сол арманшыл азаматтар себепкер болды ғой. Сол кешегі алаш ардақтылар себепкер болды ғой. Олардың қиял ауқымды ғой. Иә. Халық өссе, жастар оқыса,
қазақ тәуелсіз дүние жүзіне танылса, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай құсты қанатты мен жастарға сенемін деген Мағжанның арманы, қиялы, оған жететін қиял жоқ қой. Ол өзінің жеке басының қиялынан гөрі, мысалы менің қиялым балаларым есейсе, кітабымды шығарып алсам, ол кісі ұлт үшін қиялдай алды. Бұл алаштықтар ұлт үшін қиялдай алды. Ұлт үшін армандай алды. Енді сіздің шығармаларыңызда кейде бір дәстүрлі қазақтың ұмытылып баратқан ата дәстүрін насихат жасау, соны аз кем болсын өз шығармаларыңызда кейіпкерлеріңіздің бойына сіңіре білу қасиеті басым секілді сезілді маған. Тамаша. Осы дәстүрге аманат, дәстүрге деген сүйіспеншілік, өйткені дәстүр ұлттың бір қанаты секілді, өйткені бір қанатынан айырылып қалса адам құс қайтып ұшады, адам қайтып самғайды биікке, ой көкжиегімен. Осы дәстүрлі дүние деп біз бөліп тастағанымыз жоқ па? Дәстүрден тұрады. Өмірдің өзі жазушының да, ғалымның да барлығы дәстүрден басталады. Мағжан айтпақшы, дүниеге келмей жатып дәстүр басталады. Сіз өте дұрыс байқағансыз. Этнографиялық туындыларға жақынырақпын. Шалдарға таңғызбын ғой. Әңгімесін көп естідім. Өте тартып тұрады соған мен этнографиялық туындылар. Оның ішінде салт дәстүрлер. Мен бір роман бастадым, жақсылық. Күлсімхан немесе жын шығару, осы екі тақырыпты ауыстыра бердім да. Негізінде жын шығару туралы. Бұл әлем аталарымыз айтып отыратын жындар бізбен параллельно өмір сүреді, біз оларды көре алмаймыз деп. Біз ол кезде ертегі деп ойладық. Бірақ өсе келе санамыз толысты. Діннің де қай жерін алу керек, бәрін түсіндік. Сонда жын шығару деген жаңағы эпилепсия ауруымен ауырған қызын үлкен қара молда деген жазбаған Қытайда. Қытайда болған бұл оқиға. Сосын ол да аурудың өзі жын ғой. Ол жазылу үшін өзінің жас түскен келінін абысынан күйеуімен бірге атқа мінгізіп айландырып жүргізіп қояды дейді. Қанша күн шіля шығару дейді ғой дінде. Сонда эпилепсиямен ауыратын қара молдан қыз жазылып кетеді. Бірақ мына жердегі жаңа жас жұбайлардың балаларының барлығы да шетінен жынды болып туылады. Мен бұны өз көзіммен көргенмін. Осындай дүние қызық. Мысалы, тылсым әлем ғой бұл, жұмбақ әлем. Мысалы, романыңыздың өзі сонымен дүние тікелей байланысып тұрса, мысалы, біздің ауылда мен желбауға көтеріліп кеткен бақсыларды, тіліме иін өткізген бақсыларды, жауырыма қып-қызыл тасты қайнатып, шоқтай қызарып жауырыма басқа. Мен өзім куәгері болғам, өзім ауырғанда солай емделген, мен солай шұқтаған бақсылар болған. Аз романды бақсы көрген деген тарауды аяқтап жатырмын. Қызығы творчество, яғни өткен өмір, балалық шағыңызда көрген дүние бүкіл өміріңізге арқау болады. Соның салмағын, соның жүгін арқалап өтесіз. Осы кезде сізде мынау адам жалғыз жүреді, жалғыз тұрады, кейде жалғыз өз-өзімен сөйлеседі. Табиғатпен екеу ара осы үйлесім қаншалықты байланысып жатады, қаншалықты үйлесіп жатады. Нені сезесіз, нені сезбейсіз? Тылсыми тақырып па? Бұны айта бермеймін негізі. Бірақ жаңа жазушы достарым, олардың қабілеті, тану, сезу қабілеті басқаша ғой. Арқаң бар деп айтып жатады. Жаңағы анам келін болып түскенде Шаймерген атам ескерткен екен, балам, менің қасымнан бір нәрсе көрсең шошыма деп. Сонда анам айтады, таң ертең ерте тұрады үлкен кісілер, шай құйып отыр едім, атамның қасында үлкен ақ бүркіт отыр екен деп. Енді ондайды көрмеген. Сонда атама қарап ем, атам деп жымиды деді, басын шайқап. Атам басқа сөз айтпаған. Енді бұл нәрсенің не нәрсе екенін, кие ма, қасиет па, жын ба білмейміз ғой. Бірақ тылсымдар болып тұрады. Жоқ, кез келген киесі болады. Өйткені мысалы кез келген адамда болады, әртүрлі ғой олар. Оның иманның дәрежесіне қарай біреу сезеді, біреу білмейді. Әрине. Мына Қарағәулие қоршап отыр, не болмаса менің кием жолбарыс. Мына Құрманжан Датқа деген Қырғыздың мықты ел билеушісі өткен дүниеде білесіз, 1800 жылдары орыстың отарлық саясатының өзіне қандай саяси ұстаным ұстаған. Сол Датқаның өзінің киесі жолбарыс. Мысалы менің ұстазым Қажы Қалмыз Мұқанованың киесі үкі.
Ең алғашқы шығармасының өзі үкі. Ол кісі үкімен ұдай сырласады. Үкі ол кісіге келіп, кезігіп, тілдесіп отырады. Осындай жұмбақ әлемді әзір біреуге айтыңызшы. Сіз мына роботпен тәрбиеленген, қолындағы гаджеттермен тәрбиеленген балаларға айтыңызшы. Сенбейді. Ол тұрмақ қазір бізде атеистер көп, тәңіршіл дегендер шықты. Дінді де дұрыс түсініп, дұрыс қабылдау керек деп ойлаймын, жақсылық. Жаңағы бала шағаммен мына әлемге, үйдің ішіндегі әлемімнен, үйдің сыртындағы кең әлемге шыққан кезде қатты қиналдым. Ағам қасымда болды дегенмен де, сонда бір күн ұйықтап жаттым. Мен соның түспен өңнің қайсы екенін ажырата алмадым. Үйдің ішіне мен бірақ ұйықтап жаттым. Үлкен ақ бүркіт кірді, ұшып кірді. Былай ұйықтап жаттым, бас жағымда осындай стол тұратын. Сол столдың жанында тура осындай су тұрды. Суды көп ішем. Ана ақ бүркіт столдың шетіне отырды да, аузынан бір, білмеймін, жақұт дейін ба, тамшы дейін ба, бір нәрсені суға салып жіберді. Сөйтті де қайтадан ұшып кетті. Біраз отырды. Сол сәтте ояндым. Сонда қарағанда менің столыма салған төсеніш кәдімгі мыжылып қалған екі. Әлгі су, мен білмеймін, жеткізе алмаймын ол судың дәмін. Сосын іштім. Бірақ Құдайға шүкір, бел көтердім. Жазушылық әлемге де 5 жылдың ішінде 3 рет конкурсқа қатыстым. Конкурсқа қатысып жатыр едім деп ешкімге айтқан жоқпын. Ішімде мынандай үрей болды. Мен үзіліс жасадым, теория өзгерді, әдебиет өзгерді. Мен алмаймын ау деген. Бірақ сол ойлаймын, Алла тағала жаз деген болу керек. Бәрі жақсы болады деген шығар. Жазушылық дегенге оралайық. Жазушылық кез келген адамға бұйыра бермейтін бақ. Ол құт. Оны тәрбиелеу керек және үнемі дағдыға айналдыру. Әрине. Сіз жазып отырған кезде бісміллә деп алғашқы емеурін сізге қалай келеді? Жаңа айттым ғой. Өз жүреді мида. Бір нәрсе келеді. Мида жүреді. Кейде ол жүрген сайын піседі. Қажалады. Соқтықыстар болады. Бриллиант не деші еді былай? Оны өңделеді. Кейде келген ой ішіңде уақыттар жүргенде ол ренжімейді. Ішіңде өзі өңделеді, дамиды. Кейбір ойлар жаза қоймадың деп кетіп қалады кейіпкерлер. Енді бісміллә сіз бастамаймын еш нәрсені. Бір нәрсе әсер етеді, білмеймін. Кейде бір адаммен, мысалы, сізбен сөйлесіп отырғанда да бір нәрсе әсер етуі мүмкін. Ол ішімде ұзақ жатуы мүмкін. Мысалы, жаңа Қасқыр емген кейуана деген шығармам, туындым. Повесть қой. Өйткені ол конкурстың талабы повесть болды. Ол алғашқы жеңісім еді, республика бойынша. Бірінші орын алдым. Сол жердегі естіген негізгі өзегі, бүкіл шығарманың өзегі, өте кішкентай кезімде атамның алдында отырғанда естіген титтей ғана әңгіме. Соны жазайыншы деген кезде мен өзімді тоқтата алмадым, жақсылық. 4 күн 4 түн мен тамақ іштім ба, ұйықтадым ба білмеймін. Тоқтамады. Өйткені Алланың өзінің беріп тұрғаны, қаламға құйып тұрған бір туындылар болады екен. Оны жібердім, ол алғаш рет жібердім, оны қалай жібереді, оның соңында не болады білмеймін. Біз почтаға аты жөнімізбен телефондан жібереміз ғой. Звондап, Самал Зікрия ағасы ба, сізді осындай салтанатқа шақырамыз, не үшін? Конкурстан жеңдіңіз, не үшін шығарын айтпайды. Жүрек деген толқып кеткен, қазір үйрендік енді. Сонда менің айтайын дегенім, жалпы Алламен байланыста болсаң, жаңағы тылсымдарда барлығын сезесің. Сосын өзі бір тылсыммен келетін туындылар болады. Мысалы, мен жазып отырған кезде кейде ойда жоқтана сюжетің, мысалы, мен өзімнің жазып сюжеттен кетіп қаласың, кетіп қалады. Қалам өзінен өзі жазып отырады. Тоқтата алмайсың. Тек сол дәстүрді ұмыт қалдырмау керек. Оған өте баса назар аударсаңыз, онда сіздің қаламыңыздың қуаты біраз жерге дейін барады. Енді үйде өзіңіздің төл шығармаларыңыздан бөлек, ішіңізде жарып шыққан шығармаларыңыздан бөлек, ол да адамның шығармашылық адамның төл баласы ғой. Бірақ өз балаңыздан кейде екеу ара текетірес туып қалмай ма? Мысалы, перзенттеріңіз бар. Бұл өз балаларым шығармаларымнан қызғанатын болу керек. Мен мысалы 18 жыл әйел болдым ғой. Енді қазір мен балаларыма айтамын, мен қазір жазушымын. Маған тиіспеңдер. Жұмыстан келе жатқанда менде асығыс тезірек үйге жетсем, аяғым
киімімді шешсем, өзім бөлмем бар екінші қабатта. Иә. Сол жерге кірем, болды ары қарай. Шайымды әкеп береді, тамағымды әкеп береді, бермесе ішпеймін. Оқимын. Шығып жатқандарды оқимын, жазып жатқандарды оқимын. Арасында сіз айтпақшы келеді. Мына ой келіпті, жаза қояйын десең, тоқтата алмайсың. Бір кезде қарасаң, басқа нәрсені жазып жатасың. Сен тоқтай алмайсың. Не жазып жатқаныңды да білмейсің. Қалам өзі. Қаламды ерттеп мінсең болды, ары қарай шаба береді. Әрине. Балаларым бәлкім іштей өкпелейтін шығар, анамыз неге тұрмайды, тамақ дайындап отырмайды деп. Күтіп алмаймын, шығарып салмаймын, тек қана сол, білмеймін, кіріп кетем соның ішіне. Бірақ мен кейде балаларыма сұраймын, бұрынғы өмірмен қайтқаным дұрыс па, қалай ойлайсыздар? Жоқ дейді. Біз сізбен қазір мақтанамыз, сіз өзіңізді енді таптыңыз деп айтады. Енді іштерінде не барын білмедім. Мына қозғалыстар міндетті түрде тебіреністерді тудырады. Сондай тебіреніп, өзіңіздің атыңыз оқ бойы алдыға озған кезде бір қызғаныштардың, не болмаса бір елеуреген әрекеттердің, көшеде көрмеске салынған адамдардың боямашыл дүниесін, жан әлемін сезінген кезде сізді не түртпектейді? Қандай шабыт қозғайды? Дәл осы сұрақтан қорқып отыр едім, Жақсылық. Осын суырып алмаса екен деп. Әдебиет әлеміне алғаш аттаған кезде жаңа өзімнің аңғалдығым бар, 18 жыл үйде ғана отырғандығым бар. Оңбай арандадым. Көтеру қиын болды. Мен ол туралы ібілістің еркегі мен ұрғашысы деп жаздым да. Сосын енді жазбаймын деп шешім қабылдадым. Бүк түсіп жаттым, ешкімнің ештеңесі кеткен жоқ, жазу үшін келдім ғой деген ойда келген жоқ. Содан Жазира Бақаева қоңырау шалады. Самал, конкурс жарияланып жатыр, проза, жазасың. Мен айтам, жазбаймын. Ол айтады, жазасың. Сөйтіп екеуміз 2 айды босқа жіберіп алдық. Соңғы 4 күнде мен жаңағы Қасқырың мен кейуана жазып шықтым. Одан орын алдым, сосын детектив жаздым, одан орын алдым. Бірте-бірте өз жанымды өзім емдей бастадым. Бұл өнердің ішінде өстім ғой, Жақсылық. Мен айтам, өнер әлемі ол қасиетті әлем. Өнер ол қасиет. Қасиетті жерде жын торымай ма? Қасиеттің өзі періште болғанымен, қасиетті жерде жын ториды. Яғни періште мен жынның айқасы. Байқау керек өнерде. Менің өзім жаңа ағамда ескертеді, сене берме, күлгеннің бәрі дос емес, бара берме, көре берме деген сияқты. Үйіңде отырып жаз. Әдебиет әлеміндегі қағылездік өте керек. Сосын сақтық керек, саяқтық керек. Ол маған бірақ жақсы сабақ болды. Жаным мамам болса, әлі де жазыла жатар, бәлкім ұмыта салармын. Бірақ сен өзің суырып алған соң айтып отырмын, жанымның тереңінде жатқан ең үлкен жанартауым ол. Отбасыңызда сіз отанасысыз, ал отағасыңыз бар. Отағасының сіз үшін мәртебесі менен де жөн жобасы биік деп есептеймін, өйткені сіз менімен алғаш таныстық басталған күннен бастап бір селт ете қалған қимылыңызбен, азаматты сыйлайтын бір ізгі тілегіңізбен, қыз бала ретіндегі өзіңіздің орныңызбен бөлек болып көріндіңіз. Осы сәтте сіздің азаматыңыз сізді әлпештейтін де, әлдилейтін де көз жеткізгім келеді. Екеуміз өзіңіздің режиссерлық спектакліңізде сол жерде таныстық, солай ғой. Сәуле Досжанованың Қасірет пен тағдырын қойдыңыз. Премьераға сонда бардым. Сіздің байқағаныңыз бәлкім дұрыс шығар, бұл мен үшін комплимент. Тектілігіңіз көрініп тұр деп тұрсыз ғой. Мен оқушыларымның, кішкентай балалардың, жолын кеспеймін ұлдардың. Қыздар келгенше күтіп тұрам, қыздар бар жерде өтіп кетуі мүмкін. Ұлдардың жегі үзілмесе тұра берем. Ол біздің ауылдың тәрбиесі, анамның тәрбиесі. Ал енді отағасы туралы айтсам, жаңа айтып отырмын ғой, 18 жыл отбасында өмір сүрдім. Сол отағасынан қашып құтылдық. Соңында қашып құтылу керек болды. Мына Хуторской деп қазір шулап жатыр ғой. Сол дүниені көргенмін мен. Оның сыртқы дүниесі де, ішкі дүниесі де барлығын жақсы білем. Жаңа Күлсімхан деген романымды тоқтатып қойған себебім де сол. Сондай бір этюдтар болды. Бірақ жазушы достарым айтады, жоқ, аяқта болмайды, бұл әдебиет, бұл өнер деп жатады. Ал 4 балам бар, 2 қызым бар, студент. Сосын ұлым колледжде студент.
Сосын кіші қызым міне өзім еріп келген 7-ші сыныпта оқиды. Бәрекелді. Сіздің ендігі арманыңыз, ендігі жоспарыңыз қай төңіректен бастау болады? Өзіңіз іштей нені сезесіз? Жаңа сізге қызығып отырмын, жақсылық. Иә. Бүкіл тіршіліктен тыс, бүкіл проблемадан бөлек жазу, тек қана өзіңді жазуға арнап арманым. Иә. Алла маған соншама өнер берген да, сол өнердің жолын ауырлау берген. Жең, өзің күрес деді ма, білмеймін. Менің арманым тек қана жазу. Онсыз да көп уақытымды ысырап қылдым. Онсыз да демігіп, шауып, қуып жетейін деп, өзіме үзіліс, өзіме демалыс, мұрша бермей жұмыс жасап жатырмын. Сол қысқа сөзбен айтайыншы, арманым. Жұмыс істемей тек қана жазу, бірақ оған қазір мүмкіншілігім келмей тұр. Балаларым студент, оқытуым керек. Бүкіл бұлардың жауапкершілігі менің ғана мойнымда болғаннан соң. Сол үшін жұмыс істеуге мәжбүрмін. Иә. Ол рас, өйткені коллективтің де, ортамен араласудың да жазу үшін белгілі кейіпкерлерінің, белгілі қоғам жайлы, өмір жайлы образды ойларының пайымдалуы, түйінделуіне ықпал етеді. Сізді ең асықтыратын дүниеде де сол болса керек. Бірақ Оралхан Бөкей ақсақалдың айтқанындай, адамның бәрі асығады, бірақ қайда асығып баратқанын өзі білмейді. Асыққанын білсе асықпас еді ғой деп. Бірақ қарап отырсақ, ішінде дарыны жоқ, қалт-құлт еткен кейбір адамдардың өзі асығыс. Ол жан тыныштық емес қой ол. Ұжымымды жақсы көрем өте. Өйткені менің ең қиын кезде алғаш аузыма нан салған. Мен осы ұжыммен бірге самал болдым. Осы ұжыммен бірге өзімді таптым. Тіпті сол ұжымның ішінен де неше кейіпкерлерім ішімде жүрген ол кісілер білмейді. Тағдырым шығар енді. Біраз жұмыс істесем, Құдай оған да жеткізетін шығар. Осыған жеткізген, Құдай оған да жеткізетін шығар Алла. Сіз жазушылығыңыздан сырт қандай зерттеу тақырыбын алсам деп ойлайсыз? Қай тақырыпқа барғыңыз келеді? Ғылыми тұрғыда ма? Ғылыми тұрғыда көбелектерді. Көбелектерді көп оқимын, көп зерттеймін, өйткені маған бала күнімде жаңа әкемізбен жайлауға қыдырып бардық. Сол жерде өзің сияқты бозбала кішкентай сөп-секундда қыдырып қайтайық деп, онда атқа да міне алмаймын. Өте өрлеп кетті қарағайлардың ішінде. Сонда ол бала білмеймін бір нәрсе іздеп кетті ма, сонда бір қып-қызыл бір плюш сияқты материал бар, сондай мата көбелек алдыма келіп қонды гүлге. Қорыққан жоқ, ұшқан жоқ, ұзақ тұрды. Мен сол көбелектің қап-қара мойыл көзін көрдім жарқырап тұрған. Екеуміз бірімізге қарасып отырған сияқтымыз. Содан ана бала ана жақтан жаңғақ теріп келе жатты ма, келе жатқанда ұшып кетті. Содан менің өкпеме, жүрегіме, ішіме бір көбелек кіріп кеткендей болады. Жүрген сияқты. Көбелектерді өте жақсы көрем. Ғылыми түрде зерттегім келеді. Олар туралы кинолар көрем, кітаптар оқимын, ғылыми деректер оқимын. Сізде не таң қалдырды сонда? Мен жаңағы бір күт сияқты мұнда да. Бұл ақиқат болды ма, бір мезеттік елес болды ма, біле алмаймын. Өйткені мен өмір бақи тура сондай көбелек іздедім. Кітаптан да, деректен де кинодан таба алмадым. Қазақ қыз баласын төрге отырғызған. Қыз баласын әлпештеген. Ал сіз ауылыңызға болғанда жиі сағынатын дүниені де мен кішкене сезіп біліп отырмын. Десе де біздің оқырмандарымыз үшін. Төркінге барған сайын төрге отырасыз ба? Отырам. Күйбең тірліктің. Әлі күнге шейін мен жаңағы шалдардың қызы деп ағаларым қатты құрметтейді, бетіме қарамайды әлі. Бәлкім шалдардың әруағын сыйлайтын шығар. Кейде артық кетіп, артық сөйлеп, артық күлетін кездерім болады. Ағаларымның ішінде өзімді өте еркін ұстаймын. Өйткені солай тәрбиелендім ғой. Сонда қағып тастамайды, төрге отырғызады, самал төрге отырсын деп. Темір табақ деген бір әңгімем бар. Жаңа Сафуан ағамның үйінде бір үлкен жиын болды. Сонда бала шағаның ішіне отыра салыптым. Бата беріліп, ана жақта үлкен дастархан, сонда ағам іздеді мені, естіп отырмын. Самал қайда деп. Сосын мен іздеп келді. Өзім сияқты, өзімен жасты балалар, атамның ұрпағы, жоқ, сен мұнда отырмайсың. Сонда жылағам алғаш. Өйткені жаңағыдай жағдайда болдым ол кезде. Қиналып жүрген кезім төрге апарып отырғызды. Менің ол жерге отырған себебім балалардың алдына қойған табақ, темір табақ апам табағына ұқсады. Бәлкім сол емес білмеймін. Төрге отырамын.
Бәрекелді. Төркінде төрге отырамын. Бәрекелді. Екі өзінің қыз баланың үш жұрты болмайды, ер азаматтың үш жұрты болады. Иә. Қыз баланың келген жұрты өзінің төркін жұртынан да бөлек ыстық болуға тиісті деп есептеймін. Өйткені сол жерде өсиет өнеді, өркендейді. Әңгімеміздің осылай шеру тарап, мынау бір өзі дүниенің жарықтың жер бетіне шұғыласын шашқан секілді біздің оқырмандарымызды, тыңдармандарымызды ойландырып отырса керек. Сіз тағдыр толқынысында, тарих дәуренінде ұмыт қалған дүниелер, қазылмай қалған дүниелерге, әсіресе тарихи тақырыптарға қаншалықты барғыңыз келеді? Бәлкім соны. Мені қазір қатты қызықтыратыны, бізге бала кезімізден жоңғар шапқыншылығы, Шыңғысхан моңғол деп оқытты, сіңірді. Қазір талас жүріп жатыр, Шыңғысхан моңғол емес деген. Мен жаңағы алтын ордасын күтіп жүрмін. Мағауиннің жетпеді әлі қолыма, оқығым келеді. Осы не сөз? Шынымен тартыс қой әлі күнге шейін. Біреу жоқ моңғол дейді, біреу айтады жоқ ол қазақ дейді. Осы тақырып қызық, маған білгім келеді. Білгім келетін жалпы көп. Жақсы. Айта берсеңіз әңгіме ұзаққа созылады. Өйткені бұл адам өмірінің тұтас бір ғұмырнамалық шежіресі. Ой арманның өзі тізбектелетін болса, онда оған біздің өлшеніп берген жасымызда жетпейтін шығар. Енді Тәңір қалауына бүгін бұйырып осы сұхбатымызға келгеніңіз үшін, ақ тілегіңізді арнағаныңыз үшін айрықша алғыс айтамын. Десе де ақын боп басталған Самал әпкемнің азан шақырып қойғандағы ата тілеуімен қосып, осы поэзиямен үндестігін, поэзиямен егіз ұғым болып жаратылғандағы алғашқы жырынан бір үзік тыңдағымыз келеді. Жақсы. Мен оны көрген сәтте ғашық болып үлгергем. Болмаса да сөздерінің татымы. Бір мезетте бір демнен сүйіп тындым ақыра. Мен онан адасқанда қайғы көріп үлгергем. Сезбесем де жылулығын жанының. Күннен безіп түндерден соны іздедім, сағындым. Мен оны сүйіп тұрып, жиіркеніп үлгергем. Жүрегіме періште емес, жын қонып, 100 жылағам, 1000 көнгем, жанып кеткем, күл болып. Құдай-ай. Алғашқы ұнату, алғашқы сүйіспеншілік, алғашқы бозбалалық дәуір, ол көбелекпен үндескен өмір, соның бір айғағы секілді. Илайым шығармашылығыңызға табыс тілеймін, өрлеу тілеймін әпке. Енді сөз соңында өзіңізге бір ақ тілек болсын, көрермендерімізге риясыз бір тілегіңізді арнасаңыз. Мен үшін әсерлі сұхбат болды. Көп жерде айта бермейтін, айтқым келмейтін дүниенің бәрін суырып алдың. Жақсылық. Екеуміз де өнер әлемінде жүрміз. Сұхбаттарыңның барлығын көріп отырамын. Сіздегі бір ерекшелік, 3 ерекшелікті айтайын. Әрбір адамның өзін, сөзін, орнын тауып бере аласыз. Сұхбат барысында сөйлету. Мынау жасанды дүниеге өзім қарсымын, жасанды дүниені қабылдай алмаймын. Сұхбатқа келгендер өзінің қаншалық оқығанын, жаңағы Бетховенді, мысалы үшін, музыканттар келіп жатады. Сосын Кафканы айтып жатады, Ницшені айтып жатады. Осында еркін әңгіме керек. Әрине. Халыққа еркін. Оларда жазушының өмірі барын, жан дүниесін, қандай күй мазалайтынын, қандай күйден әсерленетінін білгісі келеді. Осы әсерлірек болады. Дәл солай әсерленіп отырдым. Құпияларымды бәрін шығарып алдыңыз. Бұл сіздің шеберлігіңіз деп ойлаймын. Әрі жазушы, әрі режиссер, әрі актер. Қазақтың бір ең деген терең саналы, ой парасаты биік жігітсіз. Қазақы жаныңыз аман болсын, қазық жібіңіз ұзын болсын. Әрқашан өнерде осылай өнегелі, өнерлі адамдармен сұхбат құрып аман жүріңіз. Әмин. Талғампаз көрермен, аяулы тыңдарман, бізде бүгінгі 2025 жылғы жылға алғашқы беташар сұхбатымыз Самал Зікірия қызымен болған сұхбат болды.
өздеріңізге Алла берсе алдағы уақытта назарларыңызға ұсына жатармыз. Десе де Самал әпке шығармашылық табыс, үлкен өрлеу, биік жетістік тілеймін. Өнерде қаламыңыз мұқалмасын. Амин. Ала беріңіз, шырқай беріңіз. Олай болса кезекті санда жолыққанша аман сау тұрыңыздар.